Қожа Насырдың бір кісіде алашақ 5 теңгесі бар екен. 2 жылға толғанда алашағы есіне түсіп берген кісіден ақшасын алыпты да қарызға 5 теңге қосып алыпты. Бірақ ол кісі 5 теңгені қарызға берерде ертең тауып бер ақшамды, бермесең бір күнде 1 сом теңге өсіп отырады депті. Қожа Насыр құп деп ертесіне есіне шығып, айлар бойы қарызын бермей жүре беріпті. Ал ана кісі бір күнде 1 сом деп, күні өтсе 10 күнде 10 сом деп қарызын өсіп келе жатқанына қуанып, 100 теңгеге толсын, сосын алайын деп жүре беріпті. Ақыры қарызын берген күніне 100 теңге болғанда Қожа Насырға келіп, «Қожеке, қарыз алғаныңа бүгін 100 күн келісім бойынша 5 теңге 100 теңгеге болып өсті» депті. Қожекеңнің есіне қарызы жаңа ғана түсіп, «Құп, тілегің болсын, бірақ қарызыңның мен өсіміңді бидің алдында барып беремін» депті. Бұл сөзді естіген ана кісі қуанып, Қожа Насырды жер-көкке сыйғызбай мақтай беріпті. Сонымен ақшасын 105 теңгеге толтырған Қожа Насыр кісінің ертіп биге жүгінді де 105 теңге сом ақшасын тосып, «Мына кісіге беріңіз» деп жайын айтыпты. Би тілегін орындап, «Тағы қандай арыздарың бар?» дегенде Қожа Насыр, «Тақсыр, енді менің алашағым бар бұл кісіде. Бұдан 2 жыл бұрын 5 теңге қарыз алып еді, содан 100 күн бұрын берді. Күніне 1 теңгеден өсіп отырғанда мен қанша теңге аламын? Төрелеп алып беріңіз» депті. Ана кісі, «Ойбай, біз олай келіскен жоқпыз ғой», безектеп қоя берді. Төреші, «Жоқ, заңды шығарып жүрген өзіңсің. Өсім дегенді өзің шығардың. Сондықтан Қожекеңнің өсімін де бересің. 1 жылда 360 күн, 2 жылда 720 күн, 100 күн шығарғанда 620 қалады. Қожекең 620 сом бер. Бермесең зынданға 620 күн салып қоямын» деп үкім беріпті. Зындан десе зәресі кететін кісі құп деп Қожа Насырға 620 теңге беріпті.